Кән маскаларыңыз. Бастықтарыңыздан шырап аласыздар қазір. Осы бейне бақылау бойынша. Естіңіздер ме? Бетпердеңіз кән? Қасым-Жомарт Тоқаевтың елбасының приказын. Менің бар ғой, берген немді жаңағыдегі сразу сағаныз ба деп. Толық деңгейде тағылу керек. Толық деңгейде тағылу керек. Толық деңгейде? Әрине, мұрынға шейін. Жоқ, қазір анау. Енді Кім еді оған аты? приказ солай ғой. Жауап мекеменің ішінде. Асылбек маған қазір звонит. Бас ішіне режим сақталу керек, білесіз? Асылбек маған қазір айтты. Бетперде неге тақпайсыңдар? Жауап мекеменің ішінде Қасым-Жомарт Тоқаевтың. Білесің ба? Орынбасарларына барып штаб салдыртқыздырамыз. Мына бала қандай бала? Елбасының несі приказы неге орындамайсыңдар? Кеше ғана айтылды ғой сендерге. Бір адамға ғана рұқсат берілген, жалғыз адам отырса, бетпердесіз. Сендер үшеуі осындар ғой сендер. Жағдай жақсы ғой, аяғын қойып алып. Бетперделерген Қасым-Жомарт Тоқаевтың елбасының приказын неге орындамаймыз? Сіздер үшеуі осыда, жалғыз отқан жоқсыздар. Жалғыз отырған адамға рұқсат берілген. Бетперден тағып. Үйіңізде отқан жоқса аға, екінші ондай қылық көрсетпеңіз, аяғын созып алып. Бұл халықтың несі, бұл мекемесі.